Саламатсыздар ма? Бүгінгі ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәні бойынша дәрісімізді бастаймыз. 7-ші дәрістің тақырыбы желілер және телекоммуникациялар. Бұл дәрісте қарастырылатын сұрақтарға тоқталатын болсақ, бірінші желілердің түрлері, екінші стектік хаттамалар, яғни TCP/IP хаттамасы, OSI және IP адрестеу. Үшінші қарастырылатын сұрақ сымды және сымсыз желілік технологиялар. Төртінші сұрақ интернет желісіне қосылу технологиясы. Ал бесінші сұрағымыз телекоммуникациялық технологиялар. Компьютерлік желілер берілген ережелерге сәйкес компьютерлер арасында мәлімет алмасу жүйесі немесе ресурстарды ортақ пайдалану мақсатында бір-бірімен мәлімет алмасу арналарымен байланысқан компьютерлер тобы болып есептеледі. Жалпы масштабы бойынша компьютерлік желілерді келесі түрлерге бөлуге болады. Біріншісі LAN, Local Area Network, яғни бұл жергілікті компьютерлік желі бір мекеменің ғимараты көлеміндегі немесе жақын тұрған ғимараттарда орналасқан компьютерлер желісі. LAN үшін әдетте арнайы кабельдік жүйе, кейде сымсыз байланыс қолданылады. Екінші CAN, Campus Area Network, жақын орналасқан ғимараттардың жергілікті желілерін біріктіретін кампустық желілер. Келесі MAN, Metropolitan Area Network, қалалық масштабтағы компьютерлік желілер. Одан кейінгі кең ауқымды компьютерлік желілер WAN және ғаламдық компьютерлік желілер, яғни интернет желісі болып табылатын GAN, Global Area Network. Жалпы компьютерлік желілерді масштабы бойынша осындай түрлерге бөлуге болады екен. Желі арқылы берілетін ақпарат ағыны желілік трафик деп аталады. Желілік трафик пайдалы ақпараттардан басқа байланыс сеанстарын жүзеге асыру үшін қажетті қызметтік деректерді қамтиды. Қолданыстағы желілер екі режимнің бірінде жұмыс жасайды. Бір жолақты және кең жолақты. Бір жолақты желіде байланыс арнасының барлық өткізу қабілеті уақыттың әрбір сәтінде тек бір сигналды беру үшін қолданылады. Бір байланыс желісі бойынша кең жолақты желілер бір уақытта бірнеше сигналдарды жіберуге мүмкіндік береді. Ақпараттарды тасымалдаудың қатесіз және ыңғайлы болуын қамтамасыз ету үшін желілік операциялар, хаттамалар мен интерфейстер деп аталатын ережелер мен келісімдер жиынтығымен реттеледі. Хаттамалар мен интерфейстер қосқыштар мен кабельдердің түрлерін, сигналдарды, деректердің форматтарын, қателерді тексеру әдістерін, желілік интерфейстер мен түйіндердің жұмыс алгоритмдерін анықтайды. Желіні тұрғызу үшін қолданылатын көптеген құрылғылар мен архитектуралар бар. Барлық желілер бірдей аппараттық және бағдарламалық жасақтамадан тұрады. Оларға серверлер, жұмыс станциялары, хабтар, желілік карталар, желілік порттар, байланыс жабдықтары, деректерді беру ортасы, бағдарламалық жасақтама драйверлері, желілік операциялық жүйелер, желілік қызметтер және желілік қосымшалар жатады. Желілердегі физикалық және логикалық байланыстардың топологиялары әртүрлі көптеген белгілері бойынша ажыратылады. Атап айтатын болсақ, яғни беру жылдамдығы бойынша, пайдаланылатын кабельдің түріне байланысты, кабельдің физикалық орналасуына байланысты, пакетінің форматына байланысты және тарату ортасына байланысты осындай түрлерде ажыратылады екен. Жалпы компьютерлік желілердің топологиясына тоқталатын болсақ, үш түрлі топология бойынша жұмыс жасайды. Біріншісі жұлдызша типті топология, екінші сақиналық типті топология, үшінші шиналық типті топология. Енді осы топологиялардың артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталатын болсақ, шиналық типті топология бұндағы артықшылығы бұл топологияда кабельді үнемдеуге болады. Ақпаратты жіберу ортасы барлық жұмыс станциялары қол жеткізе алатындай коммуникационды жол формасында ұсынылады.
қарапайым және сенімді, жеңіл таратылатын топология. Ал кемшілігіне тоқталатын болсақ, көлемі үлкен ақпараттармен жұмыс жасау кезінде желінің жіберу мүмкіндігі азаяды. Кабельдің істен шығуы көп қолданушының жұмысын тоқтатады. Екінші сақиналық типті топология. Бұнда барлық компьютерлер бірдей ене алады, қолданушылардың саны шығаруға әсер етпейді. Ал кемшілігі бір компьютердің істен шығуы барлық желінің жұмысын істен шығаруы мүмкін. Желінің конфигурациясын өзгерту барлық желінің жұмысын тоқтатады. Ал үшінші жұлдызша типті топологияның артықшылығы, желіге жаңа компьютерлерді қосуға болады. Орталықтандырылған бақылау және басқару жүзеге асырылады. Бір компьютердің істен шығуы желі жұмысына әсер етпейді. Ал кемшілігі, егер орталық түйіннің істен шығуы барлық желінің жұмысын істен шығарады. Осындай топологиялардың артықшылығы мен кемшілігін білулеріңізге болады. Хаттамалар немесе протоколдар мәлімет тасымалдаудың алдын ала бекітілген заңдылықтары мен ережелерінің жиыны. Яғни мәліметті беру және алу кезінде компьютерлер арасында тағайындалған келісімдер жиынын хаттамалар деп атайды екенбіз. Желідегі байланыс түйіндерін ұйымдастыру үшін иерархиялық түрде ұйымдастырылған қажетті хаттамалар жиынтығы коммуникациялық хаттамалар стегі деп аталады. Коммуникациялық хаттамалар бағдарламалық және аппараттық түрде жүзеге асырылуы мүмкін. Төменгі деңгейдегі хаттамалар бағдарламалық және аппараттық құралдармен, ал жоғарғы деңгейдегі хаттамалар таза бағдарламалық жасақтамамен жүзеге асырылады. TCP/IP бұл хаттама, яғни TCP хаттамасы транспорттық деңгейдегі хаттамаға жатады. TCP хаттамасына сәйкес жіберілетін мәліметтер кішігірім пакеттерге бөлінеді, содан соң әр пакет таңбаланады. Ал IP хаттамасы желілік деңгейдегі адрестік хаттама болып табылады. Ол хабардың қайда баратынын көрсетеді. Қазіргі заманғы интернетте ақпаратты тасымалдау бірнеше деңгейден тұратын көп деңгейлі құрылымға ие. Ондай құрылым OSI, яғни Open Systems Interconnection моделінің эталоны деп аталады. OSI моделінің деңгейлері бірнеше түрге бөлінеді. Біріншісі физикалық деңгей, екіншісі каналдық деңгей, желілік деңгей, транспорттық деңгей, сеанстық деңгей, ұсыну деңгейі және қолданбалы деңгей. Әр деңгейдің анықтамасын экраннан көре аласыздар. TCP/IP желілеріндегі әрбір компьютерде 3 деңгейлі адрестер бар. Олар физикалық адрес, яғни MAC адресі, желілік адрес IP адресі және символдық адрес DNS атауы бойынша ерекшеленеді. MAC адрес немесе физикалық адрес жергілікті желідегі құрылғыларды бірегей анықтау үшін қолданылады. Ол өндіруші зауытта желілік карта немесе маршрутизатор сияқты құрылғының тұрақты жадысына жазылады. IP адрес интернет хаттама ағылшын тілінен IP мекен жайы деп аударылады. Ол 4 октеттен, яғни 4 байттан тұрады. Алдарыңызда желінің адресінің мысалын көрсетіп қойдық. Қарап шығуларыңызға болады. Мысалға IP адрес 192, 168, 65 және 79. Әрбір байттың өзінің атқаратын қызметі бар. IP адрестің сыртқы және ішкі түрлері болады. Ішкі IP адрес жергілікті желілерде пайдаланылады, ол интернет желісінде маршрутталмайды. Ал сыртқы IP адрес интернетке шығу үшін пайдаланылады. Қазіргі уақытта интернет хаттамаларының 2 буыны бар. Олар IPv4 және IPv6 деп аталады. Домендік атау. DNS ағылшын тілінен домендік атаулар жүйесі деп аударылады. Ол IP адрес алу үшін қажет. Домен атауы бір немесе бірнеше сөздерден тұратын сайт атауы. Ал қосалқы домен жоғарғы деңгейдегі доменнің бөлігі болып табылады.
Ұлттық, географиялық, коммерциялық және коммерциялық емес домендер жоғарғы деңгейлі домендер болып саналады. Домендердің кейбір мысалдарына тоқталатын болсақ, егер ол com сөзімен аяқталатын болса, бұл коммерциялық ұйым дегенді білдіреді. Edu болатын болса, Қазақстан Республикасының білім департаментімен танылған жалпы білім беру мекемелерінің домені болып есептеледі. Info – ақпараттық ресурстар. Name – жеке тұлғаларға қатысты домен. Net – интернеттің жұмыс істеуіне қатысты ұйымдарға байланысты бөлінеді екен. Енді осы дәріс бойынша бекіту сұрақтары алдарыңызға көрсетіліп тұр. Осы сұрақтар бойынша дайындалуларыңызға болады. Қолданылған әдебиеттер тізімін экраннан көруге болады. Назарларыңызға рахмет.